сәлем достар, сіздермен бірге кинози. Бүгін сіздерге ужас жанрындағы 2019 жылы шыққан 5 шынайы фильміне қысқаша шолу жасаймын. Роуз Миллер өте батыл әрі талантты дизайнер болып жұмыс жасайды. Ол бастығы күйеуіндерге барынша ұнауға тырысады. Роуз жұмыстастарымен жақсы арақатынаста емес еді. Қыз сонда да арманынан бас тартуды ойламайды. Осы салада жетістікке жетуді ойлайды. Bir күні олардың компаниясындағы фотограф жігіт Бред Роузды жұмысшылар арасында өтетін кешке шақырады. Ол кеште қызбен сүйісіп, оның көңілін аулауға тырысады. Роуз әжетханаға келгенде екі әріптесінің әңгімесін ол Бредтің шын ниетпен шақырмағанын естиді. Оның сіңлісі Челси әпкесі Роузды кешке әкелу үшін жігітке өтінген екен. Роуз Челсиға келіп ренжиді. Бірақ Челси оның көңілін көтерілгенін қалағанын айтады. Роуз болса оған ренжіп тыңдамай кетіп қалады. Роуз мопедке отырып жүре берген кезде бірнеше секундтың ішінде жол апатына ұшырайды. Бұл апат оның өмірін құртатын еді. Бір аптадан соң өзіне келіп есін жияды. Қыз бет-аузын қозғалтқысы келгенде бүкіл бетінің таңылып жатқанын байқайды. Челси әр күн сайын оның қасында болған еді. Дәрігерді шақырады. Дәрігер қыздың жағы сынғанын, өте ауыр жарақат екенін айтады. Бүкіл денесін шырам басқан және операцияда оның денесін қайта жинағандай қиын болғанын түсіндіреді. Роуз өзінің түрін айнадан көрген кезде шошып жылайды. Ендігі оның арманы мүлде орындалмайды дейді. Мен сияқты құбыжықпен енді ешкім жұмыс жасамайды деп өзін көңіл күйін түсіреді. Роуз ауруханадан шығып Челсимен бірге тұра бастайды. Челси әпкесінің жағдайына өзін кінәлады. Қызға бұлай өмір сүру өте қиын болды. Тіпті тамақ жеу өте қиынға соқты. Келесі күні Роузға электрондық почтадан Беруза институтына шақыру келеді. Олар қызды ауруханаға шақырып, техникалар арқылы медициналық жолдармен көмек беретінін айтады. Келесі күні Челси мен Роуз ауруханаға келеді. Қызды қарап болғасын дәрігер Роузға эксперимент жасау арқылы бұрынғы қалпына келуге шанс бар екенін айтады. Бұл қауіпті болса да қыз енді жоғалтатын ештеңем жоқ деп оған келіседі. Солай операция басталады. Операцияны доктор ойлам жасайды. Ол барлығының жақсы өткенін айтады. Роуз қуанады. Тіпті өзінің бұрынғыдан да әдемі болып кеткенін, құлпырғанын байқайды. Қыздың көңіл күйі бірден өзгеріп кетеді. Ол бассейнге келеді. Ол жерде жалғыз басты жігіт Доминикті көреді. Жігіт екеуі сүйісіп жатқан кезде қыз оны тістеп алады да шошып кетіп қалады. Роуз төсекте оянады. Бұны барлығы түсте ойлайды. Дәрігер қызға бұл наркоздың кесірінен болып жатыр дейді. Уильям қызға үйге шығып жаңа өмір бастауға болады деп келісім береді. Дәрігер қызға сұйық дәрі беріп міндетті түрде қабылда және бұл сусын деп ескертеді. Бұл дәрілер бұрынғы қалпыңа келуге көмектеседі дейді. Роуз өзін керемет сезінеді. Челси әпкесін көрген кезде танымай қалады. Роуз бұрынғыдай дизайнерлік жұмысын қолға алып көйлектерді тіге бастайды. Бір сәтте есікті қоңырау шалады. Есікті аша Бред екен. Ол қызды кешірім сұрап, қайта ғашық болып кездесуге шақырады. Роуз оған кешірім беретінін айтады, бірақ та онымен қайта кездескісі келмейтінін де ескертеді. Қыздар кешке жаңа көйлектерін киіп сауық кешке барады. Олар ол жерде Роуздың бұрынғы бастығын көріп қалады. Оның жұмысын көрген бастығы одан қайта оралуын сұрайды. Роуз көңіл көтеріп, масайып, бейтаныс жігітпен кешті өткізеді. Ол жігітті тырнап тістейді. Кейін қыз тағы да төсекте оянады. Ол кешегі жағдайдың шын немесе елестегенін айыра алмайды. Осы уақытта бассейндегі Доминик көңіл күйі бірден өзгеріп ашулы бола бастайды. Ол түсірілім кезінде әріптесі Дайларға шабуыл жасайды және де мойнынан тістейді. Бұл уақытта Роуз іші ауырып есін жоғалтады. Есін жиса аш болып оянады. Қыз қан араласқан етті жекелей жеп қояды. Содан кейін кешке серуенге шығады. Бір жігіттің қызға тыныштық бермей қырындап тұрғанын байқайды. Оның қарны ашып, жігітке оны үйіне жеткізуін өтінеді. Осы сәтте Роуз жігітке жабысып мойнынан тістейді. Қыз тағы да төсекте оянады. Ол қолындағы қанды көріп, бұл жағдайдың шын мәнінде шын өмірде болғанын түсінеді. Роуз ауруханаға дәрігер Уильямға келіп жағдайдың барлығын түсіндіреді. Бірақ дәрігер одан бәрі жақсы, сенде стресстен миыңа зақым келуде мүмкін дейді. Және де бұның бары елестеген немесе түс дейді. Бұл уақытта Доминик жаралаған Дайлер аурухана қызметкерлеріне шабуыл жасап бірнеше адамға вирус жұқтырады. Вирус күннен күнге тарап, басшылықтың барлығы құтыру вирусы тарап жатырғанын ескертеді. Одан ары барлығы да ушығуда. Роуз бұрынғы бастығына жұмысын көрсеткенде ол таңғалып, оның туындысына мүмкіндік беріп көрсетілімге шығатынын айтады. Бред Роузға келіп тағы да кездесуге шақырады. Қыз келіседі. Олар бірге отырған кезде
қыз тағы да ашыға бастайды. Роуз әжетханаға барып, ол аузын тексерген кезде белгісіз бір нәрсенің бар екенін көреді. Жұп кафеден кетпек болған кезде құтырған жігіт келеді. Бред қызды құтқару үшін құтырған жігітті өлтіргенше сабайды. Кешкісін Роуз тағы да аштықты сезеді. Ол өзіне көмектеспек болған жігітті Роуздың ішінен құбыжық шығып, оны өлтіріп тастайды. Қыз тағы да таңертең ештеңе болмағандай төсекте оянады. Ол дәрігерге соғу кезінде оған берген дәрінің ішінде қаннан құралғанын көреді. Қыз жұмысқа келіп бастыққа көйлекті көрсетеді. Ол қызға соңғы болып сендер шығасыңдар деп, яғни сендер аяқтарсыңдар дейді. Челси мен Роуз бүкіл жылдар бойы жұмыс жасап келе жатқан арманның орындалғанына қатты қуанады. Қалада вирус көбейіп, басшылық адамдарға үйден шықпауға кеңес береді және де вирус болған жағдайда дәрігерлерге хабарласуын өтінеді. Карантиннің болып жатырғанына қарамастан Гюнтер көрсетілім жасайды. Челси келіп, оны бір әйелдің тістеп алғанын және де әйелді полицейлер өлтіргенін айтады. Бұл уақытта Роуз тағы да іші ауырып құлайды. Оның денесінен жылан секілді бір нәрсе шығып, жолда кетіп бара жатырған еркекті өлтіреді. Кейін Бред келіп қызды ішке алып кетеді. Роуз есін жияды. Бред оған ауруханаға бару керек деп ескертеді. Бірақ қыз бұл маңызды сәт, мен ешқайда кетпеймін деп көрсетілімге барады. Барлығы жақсы өтіп жатады. Соңғы болып Челси шығып, Гюнтерге шабуыл жасап, оны тістеп алады. Біршама уақыттан соң полицейлер келіп, қызды атып өлтіреді. Бред Роузды ауруханаға әкеледі. Оларды дәрігер Уильям күтіп алады. Қыз өзін барлығына кінәлайды. Ол әдемілікке еріп, сіңлісін өлтірген өзім дейді. Уильям қызға сен әлі бәрін құтқарасың, тек қызы бөлмеге кіруін керек дейді. Жұп бөлмеге кірген сәтте дәрігер оларды қамап тастайды. Сосын ол қызға Бред бәрін біледі. Және сені осы жерге алдап әкелді дейді. Роуз тағы сатқындықты сезеді, бірақ та жігіт оны қорғағысы келгенін айтады. Кейін Уильям Бредтің үстін қанға бояйды. Сол себепті қыздағы құбыжық шығады. Сосын бөлмеге дәрігердің рак ауруымен ауырып, ең алғашқы аурухананың экспериментіне түскен әйелі бар екенін біледі. Бірақ әйелі эксперименттің кесірінен құбыжыққа айналған. Роуз құбыжықты ұстай алмай, Бредке шабуыл жасап, оны өлтіреді. Қыз Бреттегі пышақты алып, Уильямның әйелін өлтіріп тастайды. Сосын Роуз өзінің бұл әлемге өте қауіпті адам екенін біліп, өз-өзіне қол жұмсайды. Біраз уақыттан соң Уильям обед жасап жатады. Жаңалықтардан бүкіл әлемнің орнына келгенін естиді. Ол тамақты Роуз оянған бөлмеге әкеледі. Қыз өзінің ешқашан өлмейтінін осы кезде біледі. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау болар еді. Баршаңызға келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.